осы кеште. Бақандай 4 жыл бойы шығармашылық тоқырауға ұшырадым деген әнші Қайрат Түнтеков қайда жүр? Мен Шымкентте тұрамын. Басы дауға қалған әншінің сахнаға қайта оралғаны рас па? Халық сағындырмай, өнерімді жаңалап. Ал әнші Серікбол Сайлаубектің туған күніне сыйлаған су жаңа көліктің құны қанша? Білмеймін, 68 жыр. Тоқтамасын қимылыма сендеше, кел бірге бізбен кел биле. Көптен бері ел назарынан тасада жүрген Түнтеков жақында ғана диджей Алмас есімді жігітпен дуэт орындап көпшілікті тоқтама әнімен таңғалдырды. Осы әннен кейін шоу-бизнес өкілі шығармашылығына білек сыбана кіріскен. Әннің аты тоқтама. Комментарияларда да мысалы Қайрат тоқтама, молодец, арқарай жүре бер деген сияқты. Әрине қуанышты. Сондай-ақ Қайрат қос бірдей үн таспаны жарыққа шығармақ, ағылшын және қазақ тілдерінде. Оны ел назарына ұсынған соң тыңдармандарымен де қауышуды ойластырып жүр. Елді аралап үлкен концерт бермек. Қазір үн таспалар шықсын, бәрі бітсін, тағы да бейне баяндарым шықсын. Содан кейін күзде міндетті түрде Қазақстанды реалити шоу қылып түсіріп, үлкен площадкалерде концерттер берем деген ой бар. Қайраттың осыдан былай әндері де, стилі де өзгеше болмақ. Мынандай жасыңда, мынандай сатыда боласың. Енді 30-ға келдім, мен басқа бір стильде, басқа направлениеде жаңағыдай ән шығаруым керек та. Жүрсінде бөлек дара-дара, хей дара-дара, достар ай достар, досыңның жанын жаралама, жаралама. Жасындай ойнап, жан үшін әттағар үшін. Иә, бұл су жаңа көлікпен енді әнші Серікбол Сайлаубек қала ішінде жүйткейтін болады. Арнайы сыйлықты әншінің 30 жасқа толған туған күн кешінде достары мен туған туысқандары сыйлады. Бұндай өмірде бірінші енді беріп атқаны бұл үлкен маған қуаныш болып, қосын сый болып. Әнші 150 адамға дастархан жайды. Мерекелік кешін дүркіретіп атап өткен ол келген қонақтарын ерекше қарсы алды. Ханның киімін киіп, кештің көркін қыздыру үшін арнайы қалың будың арасынан шықты. Серікбол көпшілікке кеште анасын және 3 баласымен жарын таныстырды. Әншінің үйдегі бабын келтіріп отырған жұбайы міне Альмира. Достарымыз таныстырған. Биыл 10 жыл болады. Ой жеңге, құтта болу қамын ойлап қой жеңге. Соңғы уақытта ой жеңге әні көпшіліктің көңілінен шығып, тойларға да сұраныс артқан. Әлбетте, гастрольдік сапарларды артатыны сөзсіз. Ал әншінің жары қыздардан қызғанбайды. Қызғануға уақытта жоқ балалармен. Сабақ, қосымшалары бар. Әншіні құттықтап келген әріптестері де көп болды. Сыйлықпен гүлдің астында қалды. Баға жетпес бағым сен, шуақ шашқан таңым сен. Ал әнші Қарақат Әбілдина жары Қыдырәлі Болмановтың туған күніне екінші әйел алып бергенім жон болар деп әлеуметтік желіге жариялап, елді бір шулатты. Жазбаға 3000-ға жуық адам пікір білдіріп, 8000 адам қолдаған. Қарақаттың сөзінше, азаматымның алтын басын құрметтей отырып, басымды ие отырып, Алла разылығы үшін екінші әйел алып бергенім дұрыс болар деп шешіп отырмын дейді. Әншінің өзіне хабарласқанда бұл ақпарды жоққа шығармады. Алайда бір айдан кейін көпшілікке жариялайтынын айтты. Әзірге күтеміз.